Висконсин штатының Стерлинг қаласы, шекараға жақын орналасқан шалғай аудан. Қаланың қарбалас өмірінен демалатын тыныш тамаша жер. Сәнді қарағайлары, әдемі орманы, таңғажайып табиғатымен кез келген адамға ұнайтын ерекше жер еді. Бірақ сәуірде болған тылсым оқиғадан соң бұл жерге келу қорқынышты болып қалды. Осы жерге демалуға келген отбасы дүкенге бара жатып көліктерінен жоғалып кетеді. Дүкенге барар жолда көліктер бар, бірақ онда адамдар жоқ. Барлық отбасы мүшелері жоқ. 1991 жылы 24 сәуірде Полк округінің шериф бөліміне бір әйел телефон соқты. Оның 15 жасар ұлы Брюс Бринайзер анасына әкесі Рик, жаңа әйелі Рут және 3 бауырының із-түссіз жоғалып кеткенін айтады. Брюс әкесімен бірге тұрған. 22 сәуірде бүкіл отбасы құрылыс дүкеніне кетіп, келесі күні таңертең үйге оралмаған. Жігіт оянып, отбасысының қайтып келмегенін біліп, анасына хабарласып айтқан. Брюстің анасы оларды қандай да бір себептермен кешігіп жатқан шығар деп ойлап, баласына сабақтан соң үйіне келуін айтады. Бала солай жасайды. Ал әйел болса сол уақытта бұрынғы күйеуіне қоңырау шалып ала алмайды. Солай тағы да бір күн өтеді. 24 сәуірде жоғалған адаммен байланыс алмағаннан соң әйел полицияға хабарласады. Тәртіп сақшылары дереу Бринайзер отбасы мүшелерін танитын адамдармен сұхбат жүргізе бастайды. Олардың тұрған жерін қадағалап, қайда кеткенін анықтауға тырысады. Олар сол күндері не істеді, кімдермен сөйлесті, көршілері, достары барлықтарынан тергеу алады. Тергеушілер Рик Бринайзер еңбекқор адам болғанын және көптеген әртүрлі жұмыстар жасап ақша тапқанын анықтады. Жергілікті күркетауық өндірушісінде жұмыс істеген, олардың торлауына қоршаулар салған. Сондай-ақ демалыс күндері жергілікті базарда заттар сататын. Детектив сол базардың иесімен сөйлескенде, Рик 27 сәуірге арнап орынға тапсырыс алып қойған екен. Бірақ сол күні келмепті. Рик үнемі осылай алдын ала тапсырыс алатын, бірақ міндетті түрде келетінін айтты. Тергеушілер жоғалған отбасы мүшелерін соңғы рет көрген баласы Брюстан тергеу алу кезінде, Брюс оның жанұясы құрылыс дүкеніне 22 сәуірде кеткенін, әкесі онымен бірге баруын өтінгенін, ал оның үй тапсырмалары көп болған соң бармағанын айтты. Болжам бойынша, әкесі мен жасөспірімнің арасында кішігірім дау болған. Бірақ бала үй тапсырмасын уақытысында орындау керек екенін түсіндіріп айтқанда, әкесі жігітке үйде қалуына рұқсат берген екен. Детективтің зерттеуі бойынша Рик Бринайзер әйелін, қыздарын алып, тұрып жатқан ауданнан кетіп қалуы екі талай дейді. Қаржылық қиындықтар, тұрақсыз жұмыссыздыққа қарамастан бұл отбасы бақытты, қарапайым еді. Ешқандай жауы жоқ, жұмыста немесе басқа жерде біреумен қақтығысып қалды деген деректер де жоқ. Детективтер бұл істе жоғалудың себебін туғызатын күдікті ешқандай айғақ таба алмады. Брюстің анасы мен әкесі ажырасқан. Анасы жаңа отбасы құрып, тағы бір ұлды дүниеге әкелді. Ал әкесі 2 қызы бар әйелмен жанұя құрып, тағы бір қызды дүниеге әкелген. Бұл американдық қарапайым отбасылық оқиға. Қарапайым адамдар бұрынғы оқиғаларын қазбаламай жаңа өмір бастап, бір-бірімен жақсы араласып, ортақ баланы бірге тәрбиелеп жүрген. Сол уақыттарда Брюс әкесімен бірге тұрған. Бірақ анасымен де үнемі байланыста болып көрісетін. Детектив қызметкерлері бұл құрылыс дүкеніне қоңырау шалып, сатылым түбіртектеріне тексеріс жүргізді. Мүмкін олардың машинасы бұзылып, бұл дүкенге кеш барған шығар. Немесе дүкеннен шыққан соң бірдеңе болған шығар. Барлық айғақтарды тексеру керек. Ал бұл ауданның полиция қызметкерлері олардың автокөлігін іздестірді. Бірақ бұл жолдың, бұл ауданның жақын маңайынан олардың көлігі табылмады. 3 мамыр күні полицияға құрылыс дүкенінің қызметкері қоңырау шалып, 22 мен 23 сәуір аралығында дүкеннен олар ешқандай зат сатып алмағанын айтты. Бұл олардың сол дүкенге бармағанына дәлел болды. Детективтер, полициялар барлығы қарқынды іздеу жұмыстарын жүргізді.
бірақ ешқандай айғақ дәлел таппады. Ал ауданның тұрғындарын бұл оқиға шошыта бастады. Тыныш ауданнан тапа-тал түсте олар қалай, қайда жоғалып кетеді? Барлығының ойларында осы сұрақ болды. 11 мамыр күні кездейсоқ бір адам полицияға қоңырау шалып, орманда өртенген автокөлікті көргенін айтады. Тергеу барысында ол Брейнайзерлердің үйінен шамамен 5 километр қашықтықта орналасқан орманды алқап. Полиция дереу оқиға орнына барып, оқиға болған жерді қоршауға алды. Тергеушілер көлікті қарап шыққан кезде бірден сүйек сынықтарын тапты. Көлік толығымен өртеніп кеткен, номері жоқ. Көліктің артқы жағына өрт толықтай тимеген және күрек іздері де байқалады. Көлік кілтсіз болды. Артқы бамперінде қан дақтары бар. Ал жүргізуші есігінің сыртында аяқ киім табанының ізі қалған. Яғни мына көлік жанып кеткен соң біреу келіп дәл осы көлікті тепкен. Күрекпен ішінен бір нәрсе шығармақшы болған. Өртенбей тұрып көліктің кілтін алған. Табылған сүйектер мен адам тістерін толық тексеріске жіберді. Табылған заттар шынында да адамға тиесілі ме анықтау үшін. Тергеушілер сүйек сынықтарын жинауға және оларды талдауға көмектесу үшін сот антропологтың көмегіне жүгінді. Сарапшы оқиға орнына келген кезде өзінің мол тәжірибесінің арқасында олар бірден қорытындылар жасай бастады. Бұл адам сүйектері екені анық. Олар 2 ересек адам мен кем дегенде 2 жасөспірімдікі екенін айтты. Неғұрлым егжей-тегжейлі талдау уақытты талап етті. Антропологтың хабары келіп, бұл 2 ересек адам мен әртүрлі жастағы 3 баланың қалдықтары екені расталды. Жалпы 5 адам. Тергеуде бұл Брейнайзерлер деп тексерілді. Ауданның барлық тұрғындарында қорқыныш болды. 5 адам жай жоғалып кетті және соңында орманның ортасында өз көлігінде өртеніп кеткен күйі табылды. Және қалған балаға Брюске қолдау көрсетіп, көмек бергісі келді. Бірақ оның анасы ол ешқандай көмекке мұқтаж еместігін айтты. Бір күнде отбасысынан айырылды. Барлығы өртеніп кеткені бұл балаға ауыр соққы. Бірақ Брюс еш қайғырмады. Неге екені белгісіз, бұл оның емес, басқа біреудің қайғысы секілді. Брюс полицияға бірнеше рет сұхбат берген еді. Бірақ осы көлік табылған соң тергеушілерге бір күні үйлеріне әкесіне бейтаныс біреудің қарызын сұрап келгенін айтты. Бұл ақпаратты полиция назарға алып, ер адамның шығындары мен қарыздарын тексеру үшін Риктің қаржылық есептерін қарады. Алайда бұл нәтиже әкелмеді. Рик Брейнайзердің ешқандай қарызы жоқ екені анықталды. Бұл отбасы сән салтанатқа шомылған жоқ, бірақ олар тікелей мұқтаждықты сезінбеді. Олардың әдемі үйі мен автокөліктері бар. Детективтер Брюстің достарымен сұхбаттасуға шешім қабылдады. Достарының бірі ол әкесі мен бауырларын жоғалғанына еш қайғырмады және үйіндегі бағалы заттарды сатты. Тіпті достарына үйіндегі теледидар, компьютер сияқты заттарды сыйға тартқанын айтты. Және оларға енді 3 көлігі бар екенін айтып мақтанып жүріпті. Бұл әрекеті өртенген көлік табылғанға дейін жасалған. Яғни ол әкелерінің өлімін білгенге дейін осылай жасаған. Бұл өте күдікті. Детективтер осыған қатысты басқа да айғақтарды іздеуге кірісті. Жігітті танитын барлық жасөспірімдермен тергеу жүргізді. Тергеу кезінде ол Джесси есімді жігітпен көп уақыт өткізетіні анықталды. Тіпті Джессиге Брюс қатты сенім артады екен. Детективтер Джессимен сұхбаттасқан кезде ол Брюстің сөздерін қайталап айтып берді. Артық кем ештеңе айтпады. Бұл сөздер екеуінің келісіп жаттап алған мәтіні сияқты көрінді. Тергеушілер бұл жерде бір шикілік бар екенін бірден түсінді. Тергеу кезінде Джесси қатты қобалжып, қызуқандылықпен келесі бөлмеге әкесіне кетті. Олар ұзақ сөйлесіп, әкесі баласына қорғаушы керек екенін айтты. Яғни бұл қылмысты бұл жігіт білетіні анық. 18 мамырда бүкіл тергеу тобы Джесси мен оның адвокатымен және әкесімен Висконсин полиция департаментінде кездесті. Джесси Андерсон өз білгенін көргенін барлығын толықтай айтып берді. 21 сәуірде Брюс Брейнайзер Джессиге хабарласып, бүгін оларды өлтіретінін айтқан.
Бірақ ол мұны қызуқандылықпен айтып жатқан шығар деп ойлап шынайы қабылдамаған. Себебі ол бұрында әкесі мен өгей анасын жек көретіндігін жиі айтатын. Одан соң сол күні ештеңе болмағандай екеуі мектепке барған, бірге уақыт өткізген. Бірақ бұл кезде Джесси Брюстен күдікті ештеме байқамағанын айтады. Кейіннен сол күні кешірек Джессиге қоңырау шалып, мен мұны жасадым, әкесі, өгей анасы және қыздарды атып өлтіргенін айтқан. Және оған мәйіттерді құтылу үшін көмектесуін сұрап үйіне шақырған. Брюс алдымен үйде қалған екі қызды үйдің артына шығарып атқан. Одан соң бөлмесіне барып, әкелерінің келуін күткен. Машинамен үйіне әкесі, қызы және әйелі келеді. Әйелі мен қызы бірден үйге кіріп кетеді. Ал әкесі көліктің қасында қалады. Үйге кірген соң Рик баласының қолындағы қаруды көргенде таң қалып, ол қаруды не үшін ұстап тұрсың деп сұрағанда, Брюс қарумен әкесіне 2 рет оқ атады. Одан соң әйелі мен кішкентай қызды атып өлтіреді. Джесси Брюстің үйіне келіп болған жайттарды көріп, абдырап қорқып қалғанын айтты. Содан олар мәйіттерді көлікке салып, үйді қайта тексеріп, қылмыстың іздерін жойып, барлық жерді тазалап жуып шыққан. Содан олар үйден кішкене алыс жерге орманға барып, көлікке бензин құйып өртеген. Ал қолындағы қаруды сол жерлерде ағып жатқан суға лақтырған екен. Сол күні түнде Джесси қорқыныштан ұйықтай алмағанын айтқанда, Брюс рахаттанып, тыныштықта демалғанын айтып мақтанған екен. Келесі күні оқиға орнына қайта барып, көліктің номерін, жанбай қалған адам сүйектерін күрекпен сөмкеге салып, сол ауданның бір жеріне барып, көміп тастаған екен. Тергеу тобы бұл ақпараттардан соң Брюстің және анасының үйін толық тексерді. Ол үйде Брюс өз заттарын әкеліп, солармен бірге тұрып жатқан екен. Тінту кезінде Брюстің күнделігі табылды. Онда әкесі мен өгей анасын жек көретіні, қазіргі әлеуметтік жағдайына көңілі толмайтыны және оларға тек өлім тілейтіні анық жазылған. Бұл айғақтар Брюсті қамауға алуға жеткілікті болды. Сенбі күні кешке тергеу нәтижесінде Брюс қамауға алынды. Ал Джесси Андерсон полицияға айғақтарды жинауға көмектесіп, сотқа куәгер ретінде тыңдалды. Полиция ақпарат бойынша қалған маңызды айғақтарды, көліктің номерін, суға батқан қаруды шығарды. Сот кезінде барлық айғақтар табылған сүйектердің ДНК сараптамасы барлығы айқындалып, жасөспірім Брюс Бринайзер сотталып, өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Сотта жігіт өз қылмысын мойындап, бұл қылмысты суыққандықпен жасағанын айтты. Алдағы уақытта онымен арнайы мамандар жұмыс жасайтыны айтылды. Себебі оның психикасында қандай да бір ауытқуы бар екені анық. Міне достар, бұл шығарылым да өз соңына жетті. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз, мейірімді болыңыз. Бұл оқиға сізді де таң қалдырғаны анық. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Асия.